Сәлеметсіз бе, құрметті байқаушы, бұл жазбамызда біз сіздермен байқаушылардың құқықтары және міндеттерімен танысатын боламыз. Сіз байқаушы ретінде келесілерге құқылысыз: сайлау комиссиясының отырысына қатысуға, дауыс беруге қатысқан, соның ішінде үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың саны туралы ақпарат алуға, дауыс беруді өткізу және дауыстарды санау кезінде тиісті сайлау учаскесінің дауыс беруге арналған үй-жайында болуға, тасымалданатын сайлау жәшігін бақылап жүруге, соның ішінде оларды тасымалдау кезінде көлік құралында болуға, сайлау учаскесінде дауыс беруге арналған пунктте дауыс беру барысын, дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелерін рәсімдеу, осы аталған барлық рәсімдерді анық көру мүмкіндігін қамтамасыз ететін жағдайда байқауға, тиісті сайлау комиссиясының немесе оның мүшелерінің шешімдеріне, іс-әрекеттеріне немесе әрекетсіздіктеріне жоғары тұрған сайлау комиссиясына немесе сотқа шағымдануға, сайлаушылардың дауыс беруге арналған орынға келу мүмкіндігі болмаған жағдайда олардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беруін өткізу кезінде қатысуға, учаскелік сайлау комиссиясы мүшелерінің пайдаланылмаған сайлау бюллетендерін санауы және жоюы кезінде қатысуға, дауыс беру барысына және оның қорытындыларын шығаруға кедергі жасамай фото жазба, дыбыс жазба және бейне жазба жасауға, дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды жоғары тұрған сайлау комиссияларына беру рәсімін байқауға, дауыс беру өткізілгеннен кейін дауыс беру қорытындылары туралы сайлау комиссиясының хаттамаларымен танысуға, олардың куәландырылған, мөр басылған көшірмелерін алуға, заң талаптары бұзылған жағдайда сайлау комиссиясы мүшелерінің назарын осы конституциялық заң талаптарының бұзылуына аударуға, оларға заң бұзушылықтар туралы тиісті жазбаша мәліметтерді, актілерді табыс етуге және табыс еткендігіңіз туралы белгі соқтыруға құқылысыз. Сайлау комиссиясының төрағасы немесе оны алмастыратын адам сенім білдірген адамдардың, байқаушылардың өтініштері бойынша дауыстарды санау хаттамасына олардың жасаған актілерін қоса беруге міндетті. Ал енді байқаушы ретінде сіздің міндеттеріңізге тоқталсақ. Сонымен, Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңының 20 бабы 1 тармағы 3 тармақшасы бойынша байқаушы жеке басы мен өкілеттілігін куәландыратын құжаттарды өздерімен алу жүруге, сайлау процесіне сайлау комиссиясының дауыстарды санау және шешімдерді қабылдау рәсіміне араласпауға, сайлау комиссиясының жұмысына кедергі келтіретін іс-әрекеттер жасамауға, сайлау учаскесінде сайлау комиссиясы төрағасының тиісті сайлау комиссиясы белгіленген тәртіп ережелерін сақтау жөніндегі талаптарын орындауға, өз ескертулерін құжатталған, шынайы және тексеруге болатын фактілермен негіздеуге, Қазақстан Республикасының осы конституциялық заңының және өзге де заңнамасының талаптарын сақтауға, алаламауға, нақты кандидатқа, саяси партияға артықшылық бермеуге міндетті. Бақылаушыға сайлау барысына және сайлау комиссиясының жұмысына килігуге, сайлаушыларға олардың дауыс беруіне, бюллетень толтыруына көмек жасауға, дауыс беру кабиналарының ішіндегі сайлаушылардың әрекеттерін бақылауға, дауыс беру құпиялылығын бұзуы мүмкін басқа да әрекеттерді жасауға тыйым салынады. Ескертетін жағдай, Қазақстан Республикасының саяси партияларының, өзге де қоғамдық бірлестіктерінің, коммерциялық емес ұйымдарының байқаушылары Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған жағдайда тиісті сайлау комиссиясы байқаушыны тіркеудің күшін жоюға құқылы, яғни байқаушыны сайлау учаскесінен шығара алады.